саясатқа араласуы. Сол дариғаның өзі де саясатқа араласқан білсе, оны қолдау керек, мен ойымша. Өйткені енді оның өзін қылмыс жасаған болмаса, ол саясатқа неге араласылмайды. Ал мүмкін оның айтар пікірі бар шығар. Мүмкін оның қазір Тоқаевтың жасап отқан мына супер президенттік республиканы жалғастырам деген сөзіне қарсы бір айтатын, сөзіне емес, мына істеріне бір қарсы айтатын бір пікір бар шығар. Мүмкін жаңағы Дариға Назарбаевның өзі елімізге демократия керек, елімізге парламенттік республика керек деп ұран шығарса, оны біз неге қолдамаймыз? Оны ойлану керек, соны. Бәрінен бірақ ой-ой, осымен Назарбаевтың дәуірі кетті, осы адамдарды осыдан былай қарай мемлекеттен шығарып тастайық, мемлекетке жауап бердік деген сөз дұрыс емес, мен ойымша. Біз енді жүйені өзгертеміз, рас. Бірақ өз адамдарымызды қуып салып, не болмаса құртып жіберіп деуге келмейді. Өз адамдарымызда бәрі де азамат болса, осы ел мемлекеттің азаматы болса, осы шаруаға араласуға құқы бар адамдардың бәрін араластыру керек.